Сәлем достарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін қазан айының 15 жұлдызы. Саяжайға келіп қалдым. Мұндағы мақсат қызанақтардың жағдайын білу. Бірге тамашалайық. Достар, міне менің күзгі саяжайым. Жайқалып тұрған жүзімдердің жағдайы осылай. Мінекей, мына жүзімдер әлі толық сарғайған жоқ. Бұларды енді жабу қалды. Жапырақтары түскен соң жабамыз. Басқа не болып жатыр екен көрейік. Мінекей достар, күзгі бақшадағы қызанақтардың түрі пісіпті. Бұл жерге келмегелі көп болды. Енді қараңыздар. Мына піскендерін жинап аламын да. Естеймін, енді бұл жерді тазартып кету керек. Қазір мына қадалардың бәрін алып, жіптерін шешіп алып, сосын қызанақтардың піскендерін теріп, қалғандарын бәрін қопарғанда жұлып алу керек та жерден. Вот бүгін сондай жұмыс істеймін. Қыздар, қалай тазартатынымды көрсетейін. Ол кішкене күн шықты. Мыналарды жинап аламын. Бір байқағаны, жаздан гөрі күздегі помидор, күздегі қызанақтар мүлде дәмді болады екен. Сосын жасыл қызанақтарды жинап алып, осыларды көлеңкеге кептіріп қоймақшымын. Көлеңкеге қойып қоямын. Қызарат дейді ғой, көрейік. Негізі ондай істеп көрген емеспін, бірақ мына қызанақ кішкене үсіген ау деймін. Сосын достар, жібін шешіп аламын. Өте ұқыпты шешіп алу керек, себебі келесі жылы. Өте достар, жіптерінің бәрін шешіп алдым. Енді мына қаданы алып тастаймын. Қадаларды жинап қою керек. Себебі келесі жыл тағы керек болады. Бірақ келесі жылы басқаша отырғызсам ба деп ойлап тұрмын. Мына новичок деген түрі әлде тұр. Өте жақсы осы достар. Мынаны жидкость бар ғой. Сонымен сүрт жерсеңіз тап-таза болып шыға келеді. Әр көшетке шатаспас үшін отырғызып шықсаңыздар қадап. Мінекей көшеттің өзін былай оп-оңай жұлып аламыз. Мінекей тамырымен қосып оңай жұлынады. Қызанақтың тамыры. Достар, осыны енді бір жерге жиып қоя береміз. Жасылдарын енді қараңыздар, кішкене несі үсіген сияқты мекен, сондай болып тұрды. Сіздерге көрінеді ма? Бұларды енді алмай қояйын дедім. Мінекей достар, өзіміз отырғызған көшеттің еді. Кішкентай көшет кезін отырғызғанымызды білесіздер осы жерге. Пісірдік, жемісін алдық, рахмет табиғат анаға. Енді міне жер анамызға рахмет айтып, келесі жылға дейін осылай демалдырамыз. Бұл жерді қазір осылай барлық қызанақтарды тазартып шығамын да. Содан кейін бетін тармалап қойып қоямын. Бәлкім не себетін шығарым, бірақ әзір сеппеймін. Это кішкене көң. Достар, осы қызанақта удобрение дейді ғой, тыңайтқыш ретінде мен тек қана көңді қолдандым, малдың қиын. Бұлай борная кислотаны септім алғашқа күлдеп жатқан кезде. Содан кейін осы көңді ғана қолдандым. Содан алған жемістерім өте көп болды. Өте жақсы жеміс берді. Бұл жерге алдыңғы жылы картошка еккенбіз. Келесі жылы бұл жерде енді таңқурай тұрады. Осы жерді жалпы таңқурайға арнамақшымын. Қызанақты мына жерге егем келесі жылы. Мына жерде биыл менде картошка өсті. Орындары ауысып тұр ғой енді. Мінекей өткенде бәрін жинап тазалап кеттім. Енді осы жерге келесі жыл қызанақ егем. Кішкене жартысына картошка ексем де болады. Достар, үлгере алмай қалған жүзімдер пісіп.
Ой, достар, бір жасыл нәрсе қалыпты. Кім айтады мынаны? Хрен дейді бұны. Хрен ғана қалыпты. Хрен жапырағы. Мынау достар петуниялар. Жаз бойы гүлдеп, сондай қуантып тұрды. Бұның әртүрлі түсінен, сортынан отырғызғанбыз. Мінекей достар, бұлар да енді өз өмірін сүріп бітті десек болады. Мынау лаванда. Кішкентай. Қандай әсем гүлдер. Қимайсың, бірақ табиғатта әр нәрсе өз кезеңімен болғаны дұрыс. Достар, мынау биылғы сәбізім. 3 жыл бойы отырғыза алмаймын осы сәбізді. Қазып алдым енді. Келесі жыл тағы да отырғыза берем. 2 жыл шықпаған, қайта биыл шыққаны ғой мынау. Мінекей осындай сәбіз жиып алдым. Келесі жылы тағы да отырғызам енді. Мінекей достар, біздің алаңқайымыз тегіс жиналды. Помидорды бәрін жинап, тазалап, сөйтіп тұрмалап тастадым. Мінекей кішкене арамшөптер бар енді, олар тұра берсін. Қалған енді осы жер келесі жылға дейін осылай демалады. Мынау жиып алған қызанақтар. Үйге барып, неге балконға қойып қоям. Қызарса қызарады, қызармаса тастаймыз. Достар, көз қорқақ қол батыр деген үлкен жұмысты атқарып, мен енді үйіме қайтып бара жатырмын. Арнамызға жазылып, басқа да видеоларды қараңыздар достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.